Mında minus balдар. Stil таза Қызылорда. Mında minus balдар. Деп қоясың. Інім, сен бағадан бері домбыра тартып отырсың, не из алдым, жақсы тартады екенсің домбыраны. Рахмет аға. Мен де кезінде айтысқа қатысқам. Қойшы. Қайтып. Неге қойып кеттіңіз қазір? Айтыс деген әр адамның ермек емес. Мен бекерден бекер айтысқа барған емеспін. Домбыра тарту үшін, үйрену үшін барып едім. Содан кейін осындай болып қалдым. Інім, әгегәгім, әй деп суырып саламыз әйіз. Ошым, енді түсіндім, оны ешін қойып кеткеніңіз. Аға, базар жолда Қызылорда ше әдемі болып кетті. Уйбай, айтатын жоқ, шүкір. Сен қай жақтансың, інім? Түркістаннамын ғой. Сендер сырттан келгендер Қызылорда андай болып кетті, андай болып кетті деп айтпаңдаршы, көз тиеді. Құдайға шүкір, біздің облысымыздың әкімі күннен күнге мына қаланы бар ғой, жұмыс істеп жатыр, мықты қылып істеп жатыр. Бір ғимараттың артынан бір ғимарат салынып жатыр. Қала деген тап-таза, асфальтты қарасай, асфальтты. Айнадай болып тұр кәдімгідей. Таңертең тұрамыз да, айнаға қарамай, асфальтқа қарайсың, шашыңды қарайсың, жұмысыңа бара бересің. Бато таза, шүкір, тәпә. Айтатындай жоқ екен. Әдем. Братан, қалада кафе, түнгі клубтар, кайфовать демалатын жерлер бар шығар, Сен, інім, мына қасиетті Рамазан айында ондай нәрселерді айтпа. Ең болса бір ай нәпсіңді тыйсайшы. Негізі Кайыр деген жері бар, жақсы, інім, демаласың. Негізі. Ана клуб әдемі, өз маған ұнайды. Тап-таза, ішінде бір мусор жоқ. Мен бағандан бері қарап отырмын да сізге. Бірыңғай плюс айтып жатсыз да, бір минус ештеңені байқамадық қой. Мен риза болдым, әкім жамандамайды екенсіз. Неге жамандаймын, мен жұмыс істеп жатқан жоқ па? Жақсының жақсылығын айтып, нұр тасысын дейді. Жұмыс істеп жатқан әкім, несін жамандайсың оны? Міне қандай бәрі бар, тәпә, светофор бар. Сол оның үстіне жаңа бізде таксистердің спискісінің бәрі акиматта тұр ғой. Онда бір нені айтып кетейінші, мына жерінде тұр да қалып қоймасын. Бағана Түркістаннан келатқаннан біреуге айнымай жаман қатты ұқсайсыз. Кімге білмей отырмын, кімге. Анау әзіл әлеміндегі Медет Досқанаев па, Аманғали ма, Келет. Інім, ол балдарға, ол әзіл әлемнің адамдарына, актерларына ұқсау қайда маған. Олар сияқты болу үшін еңбектенуім керек. Дүниеге қайттан келуім керек шығар, білмеймін. Мен бірақ ше көбісі, мен өзім негізі бұлай енді приколды айта алмаймын негізі, бірақ менің ағайын туған туыстарым, достарым көбісі мені Еркес Маханға ұқсатады ғой. Ұқсайын ба? Ерке ғой, Точно ма, айтында түсіндіреді. Рахмет. Өлтіреді. Алло, Райым? Айттым ғой мен. Прикол айта алмайсың.